Бүгін жең ойындысын тігеміз. Ол үшін осылай әдемілеп келтіріп аламыз бірінші. Тіпті соғып қойып аламыз да. Астар бөлігіндегі жең ойындысын кішкене 0,3 миллиметр қиып тастаймыз. Енді бұйымымызды бір-біріне қайтадан 10 бет тестіреміз де жең ойындысын тігіп шығатын боламыз. Тігуге ыңғайлы болу үшін барлығын булавкамен қадап аламыз. Біріншіден иық пен иық тігістерін келтіріп алу керек. Содан кейін бачок тігістерін бір-біріне келтіреміз. Сосын боковойын келтіреміз. Енді қолтық ойындысын 1 сантиметрге тіккеннен кейін 0,5 қиып алып тастаймыз. Артығын және де росичка беріп шығамыз. Тіккен жерімізді ашамыз да осылай подкастына 0,1 миллиметр отстрочка береміз. Боковойдан бастап бір жақ иығына дейін беріп шығамыз. Содан кейін келесі боковойынан қайтадан иыққа дейін беріп шығамыз. Себебі қазір біз тіккен кезде иықтан ары қарай жүре алмай қаламыз. Міне иығына дейін тіктім. Енді келесі боковойынан бастап қайтадан осы иыққа дейін тігетін болам. Келесі қолтық ойындысында тігіп шығасыздар тура осылай. Мен екеуінде тігіп отстрочканы бердім. Енді мынау спинкадан осылай иығы арқылы қолыңызды кіргізіп былай аударасыздар осылай. Екеуінде. Аударғаннан кейін сол қолтық ойындысын жақсылап үтіктеп шығатын боламыз. Үтіктедім, әдемі идеальны болды. Жаңа біз қолтық ойынды подкатта не үшін артық қиып тастадық, себебі қимасақ осылай ішінде артық сияқты болып тұрушы еді. Сол үшін қидық.